Босанғаннан қалған іш кімді мазалайды? Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге бүгін өте қарапайым екі нәтижелі әдісті ұсынамын. Босанғаннан кейін қалған іш көпшілік ханымды мазалайды. Теріңіз салбырап, арық болсаңыз да ішіңіз шығып жүрген болса, осы әдісті міндетті түрде қолданып көріңіздер. Бұл ішіңіздің тартылып, теріңіздің тартылып, оңай өзіне келуіне көмектеседі. Ол үшін бізге ішімізді байлайтын өзіңіз қолданатын зат керек. Мен үшін бенкунг. Бұл жолы бенкунгты қолданамын. Бұрындары корсет немесе простыняны жақсылап орайтынмын. Және де кокос майы. Кокос майын ішіңізге жақсылап массаж движениемен жағамыз. Қаласаңыз пищевой пленкамен орасаңыз болады. Орамай бірден байлауға да болады. Осылай күндікке жүретін боласыз. Сосын бұны 2-3 қайтара қолдансаңыз болады. Немесе күнде жақсаңыздар да болады. Ешқандай зияны жоқ. Және де екінші әдіс ол жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаның сарысы қолдың жұмыртқасының сарысын қолдансаңыздар тіппен керемет, болмаса дүкеннің жұмыртқасы да болады. Жақсылап жағып, пищевой пленкамен орап, ішіңізді байлайтын затпен байлап аласыздар. Солай 5-6 сағат жүресіздер. Бұл әдісте менің өзім 3-ші баламды босанғаннан кейін 40 күн ішімді байласам да ішім қалып қойған. Және 2-3 ай өткеннен кейін осы әдісті жасағанда маған кәдімгідей нәтиже берген. Және өзімнің кезінде марафондарымда осы әдісті үйреткенде тіпті қаншама отзывтар келді. Іштері кәдімгідей кірген. Осы әдісті қолданып көріңіздер. Өте пайдалысы тиеді деген үміттемін. Жаңадан босанған болсаңыздар тіптен керемет, 40-ыңыздан шыққаннан кейін жасасаңыздар болады. Ал кесар тілігімен босанған болсаңыздар жараңыз жазылып және дәрігердің кеңесімен ғана жасауға кеңес беремін. Осы әдістерді қолданып көріңіздер. Сіздер де іштеріңізден тез арылуға тілектеспін. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыз.